Сәлем достар, менің арныма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айнас Тока. Және достар, мен сіздерге бүгін Бай қыз деген сериал түсіретін боламын. Осы видео басталмастан бұрын міндетті түрде лайктарыңызды басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз видеоны көп созбай бастайық, кеттік. Так, сағат неше болды екен? Барып қарап келейін. Так, мінекей телефоным. Ой, сабақ басталуына 1 минут қалыпты. Жарайды, сабаққа бармай қояйыншы. Маған бәрібір ештеңе болмайды ғой. Жарайды, ендеше бетімді жуып, уход жасай берейін. Болды. Так, мен қазір Әлия мен Мереге звондайын. Мүмкін олар да мектепке бармаған шығар. Алло, Әлия, сендер қайдасыңдар, мектепке барасыңдар ма? Қайдағы мектеп? Біз бүгін ұйықтап қалдық. О, жақсы болды ғой, мен де ұйықтап қалғанмын. Жарайды, онда мектепке бармай қояйық, иә? Қазір бір кафеге ма, бір жерге барып келейік. Қарным ашып жатыр, ал біздің үйдегі тамақ жасайтын апай тамақты өте жаман жасайды. Маған ол ұнамайды. Жарайды. Жақсы, онда дайын отырыңдар, қазір адрес жіберемін, жарай ма? Жақсы. Так, мен бүгін осыны киейін ба, әлде басқа бір нәрсені? Ой, кім звондап жатыр екен? Анам. Маған ешқашан звондамайды ғой мынау. Жарайды, алайын. Алло. Иә. Не болып қалды? Звондамаушы едің ғой сен. Сен неге сенің апайың маған қайтадан звондап, сен туралы айтып жатыр? Қайда жүрсің сен? Сабақ басталғанына қанша сағат болды? Мен сабаққа бармаймын. Не істесем де өзім білем, жарай ма? Жоқ, қазір тез бар сабаққа, әйтпесе қолымдағы ақшаның бәрін алып қоям. Жоқ. Иә. Немесе ауылға барасың апа атана. Жарайды, кешігіп барам. Жақсы, бармасан тура. Иә. Осы да бір бәрін құртады ғой. Жарайды. Онда мектеп формасын кие берейін. Так, енді кішкене боянып алайын. Және кішкене осындай жағайын. Болды. Енді бара берсем болады. Енді мектепке сөмкемді жинамай қояйын, себебі кітаптарымның бәрі менде мектепте. Сол үшін осылай бара берейінші. Вообще 2 сабақ қалды ғой, не үшін барам? Жарайды. Не болса да ауылға барғым келмейді. Сондықтан ата-анамды тыңдауға тырысамын. Так, Алиялар келіп қойды ма? Адрес жібердім, бірақ маған ештеңе жазбай жатыр. Жарайды, келген шығар енді. Осы біздің аула бір кішкентай ма, білмеймін. Бір нәрсе жетпей тұрған сияқты, иә? Мынау көлдің өзі де кішкентай. Жарайды. Сәлеметсіз бе? Тез, давай. Әрине. Міне, өтіңіз. Не болды соншама? Сау болыңыз.
соны айтам да. Иә, мә анау торттар дәмді ше. Иә, айттым ғой мен саған мына жерде күшті. Иә, бірақ қымбат екен ше. Иә, бірақ қазір бәрін анау өзі төлейді ғой. Иә, айта саламыз, мә төлеші өтінем, ақшамызды ұмытып кеттік деп. Иә, әрдайым солай айтамыз ғой. Бәріне төлейді. Осы қандай аңқау деймін да. Соны айтам. Иә. Ойбай, қыздар, отырыстарың күшті ғой. Иә. Көп келдің ғой. Иә, білем. Менің жүргізушім ғой, мүлдем кешігеді де жүреді. Мен 5-те кел десем, 5:02-де келеді. Мә, солай де. Ашуыма тиеді ше осы. Иә, саған жаман екен ғой, иә. Иә. Мә, сендер менсіз бастап қойғансыңдар ма тамақ ішуге? Иә, енді сені күттік қой 20 минут. Жарайды. Мен де барып бір нәрсе алып келейін, иә, тапсырысқа берейін. Иә, барып кел. Так, маған осы круассан және осы. Иә, және де бір шай. Рахмет. Ту, осы қыздың аңқаулығын айтам ше. Иә, соны айтам. Ей, тоқта, қазір естіп қоймасын. Мына жерде жүр ғой. Так, қыздар, осындай бір нәрсе алдым. Жеп көрдіңдер ма? Жоқ, мен тек круассан жеп көрдім. Иә, менде осындай құлпынаймен, ал сенде шоколадпен. Бірақ мен шоколад жақсы көрмеймін. Иә, көрініп тұр ғой, бәрі құлпынаймен алғансың. Иә, айтпаш. Так, жеп көрейінші. Қарным ашып кетті ғой. Так, мынау лимонмен деді ма, сондай. Бірақ мен негізі лимон жақсы көрмеймін. Бірақ жарайды, жеп көрейін. Фу. Ей, Алина, айтамыз ба? Нені? Ақшамыз жоқ дегенді. Иә, айтайық. Не? Біз саған бір нәрсе айтайын дегенбіз. Иә, біз ақшамызды үйде ұмытып кеттіппіз. Бізге төлей салшы өтініш. Иә, сосын қайтарамыз ғой, міндетті түрде. Жақсы. Қайтармай қойыңдар, менде ақша көп қой, білесіңдер ғой. О, рахмет. Сен біздің өте қатты, күшті, ең күшті құрбымызсың. Иә? Иә. Оқысы жоқ. Білесіңдер ғой, менде ақша көп қой. Иә, күшті ғой сенікі. Жарайды, айтпақшы, сен неге мектеп формасын киіп алғансың? Анам ғой, қайта айтады, мектепке бар, білім аласың, ертең біз білім ал дейді ғой. Ал сендер неге мектепке бармадыңдар? Енді менің анама бәрібір ғой негізінде. Мен ол мектепте тегін оқимын ғой. Иә, мен де тегін оқимын. Ал сен бір көп ақша төлейсің, иә? Әрине, бірақ сендер неге тегін оқисыңдар? Біз олимпиаданы ұтқанбыз ғой, сол үшін бізде 11-ші сыныпқа дейін тегін оқу болады. Бірақ не үшін қатысасыңдар? Үйтіп миларын ашиды ғой, ақша төлеп кіре салмайсыңдар ма? Енді бізде ақша жоқ, ей. Енді күшті ғой енді. Жарайды онда. Мен мектепке бара берейін, иә? Иә. Жақсы онда. Мен кассада төлей салам, үшеумізге де, жарай ма? Жарайды. Давай, пока. Пока. Ту, білмеймін осы ше. Малика менің шыныма тиеді. Не үшін білмеймін, бірақ
Не үшін екенін білмеймін, бірақ білмеймін. Бір андай ұнамайды ғой, короче. Иә, маған да. Онда осы білмеймін, может, одан ақша ұрлаймыз? Ақша қалай? Қара, біз оның үйіне барамыз, оның охранниктері, оның үйдегі адамдар бәрі бізді таниды, иә? Иә. Сол үшін үйіне кіріп, өтірік ол бізді шақырды дейміз. Сосын мен оның сейф және оның бүкіл ақша алтындары қайда жатқанын білем. Шын ба? Қайдан білесің? Білем, біз 5 жастан бері дос болып жүрміз ғой. Біздің мамамыз бір-бірімізді таниды. Кодын қайдан білесің онда? Сол кодты білмеймін, бірақ ол код қай жерде жатқанын білемін. Так, ол қазір мектепте, иә? Иә. Онда